Лазерлік көруді түзету бұл мүлдем ауыртпалықсыз ота түрі. Ота барысында жергілікті анестезия қолданылады, яғни арнайы ауырсынуды басатын тамшылар тамызылады. Көзге ешқандай инъекция, укол салынбайды. Ота мүмкіндігінше тез, ауырсынусыз әрі ыңғайлы өтеді. Отадан кейін көру мүмкіндігінше тез қалпына келеді. Бірнеше сағаттан кейін сіз жақсы көретін боласыз. Ал көру өткірлігінің тұрақтануы 2 күннен бірнеше аптаға дейін созылады. Кез келген лазерлік түзету, кез келген ота 2 түрлі мақсатқа жетуі керек. Біріншісі қауіпсіздік, екіншісі тиімділік. Барлық лазерлік оталар олар қауіпсіз әрі тиімді. Пациенттердің басым көпшілігінде жоғары көру қабілетіне қол жеткіземіз. Кейде өте сирек жағдайларда отадан кейін ұзақ уақыт өте келе аздаған минус оралу мүмкіндігі бар, бірақ ол 1-2%-дан аспайды. Егер бұндай жағдай орын алса, әрқашан лазерлік қайта түзетуді орындауға болады.